Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, тікелей эфирде өз ойым ток-шоуы. Бүгінгі тақырыбымыз қартайғым келмейді деп аталады. Адам баласы өмірге келгеннен кейін өлмеудің, қартаймаудың небір түрлі амалдарын, жолдарын іздестіріп келеді, бірақ әлі нәтиже жоқ. Қартайып келе жатырмыз күннен-күнге. Бірақ десек те адам әлі бұл жолдағы ұмтылысын жалғастырып келе жатыр. Сондай өнімнің бірі дейді, қартаймауға көмектесетін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы теңіз жағасында өмір сүретін халықтардың ұзақ жасайтынын айтыпты. Бұл ретте біздің кейіпкеріміз теңіз балдырларынан жасалған емдеу профилактикалық нағыз 100% өнімді ұсынады екен. Бұл кісі міне менің қасымда отыр, дәрігер-терапевт, дәстүрлі медицина маманы Дәуренбек Серікбайұлы. Қош келдіңіз. Сонымен енді барлық ақпарат құралдарынан естіп жүреміз, осы өнімнің бір құдірет қасиеті туралы сіз басқаша біз естімеген не айта алар едіңіз? Рахмет, саламатсыздар ма? Бұл өнім туралы негізі мен де теледидардан естігем. Бірақ дәстүрлі медицина өкілі болғаннан кейін негізі сол медицинаның бір бағыты альготерапия деген бағыт бар. Иә. Теңіз балдырларымен емдеу тәсілдері бар екен. Соны маған таныс болғаннан кейін, телевизордан көргеннен кейін, мен Ламифарен компаниясына хабарласып, жаңағыдай қандай құжаттарыңыз бар, қандай лабораториялық қорытындылар бар, соның бәрінен жаңағы кәсіби түрде сұрап, бір ұнаған жері, бұл өнім Ресейде күрделі бір клиникалық зерттеулерден өткен өнім екен. Ресей денсаулық сақтау министрлігі бұл өнімді емдеу профилактикалық өнім ретінде ұсынып отыр. Мәселен, нақты қандай ауруларға ем екенін айта аласыз ба? Айта аламын, әрине. Бұл емдік қасиеттеріне келетін болсақ, Ламифарен өнімі бұл біріншіден қоректік заттарды қамтамасыз ету. Ағзаға. Сол бағытта үлкен бір әсерін тигізеді. Екіншіден, бұл өнім ағзаны тазарту мәселесінде. Шлактардан, токсинді заттардан, улы заттардан тазарту қасиеттері бар. Нақты айта аласыз ба, мәселен, қанша жастан бастап ішу керек, күніне неше рет ішу керек деген сияқты нұсқаулықтар бар ма, әлде адамның сырқатына байланысты тағайындала ма? Бұл негізі емдік профилактикалық өнім тағам болғаннан кейін, оған қатты бір шектеулер жоқ. Бірақ дәрігерлердің айтуы бойынша, мысалы 3 жастан бастап дозасына қарап, өзінің санына қарап ішу беруге болады. Мен мысалға қанша ішуім болады күніне? Күніне салмағым 110 кг бойым. Бір үлкен қасық таңертең, үлкен қасық кешке ішсеңіз болады тамақтың алдында. Сіз өзіңді ішіп жүрсіз бе? Мен өзімді ішіп жүрмін. Менің жанұям да ішіп жүреді. Бәрі іше ме? Бәрі іше. Балалар? Балаларға да береміз, енді жасына қарай береміз. Сізде қандай ауру болып еді? Бұл, қайталап айтайын, бұл негізі дәрі деп есептемей қояйық. Бұл емдік профилактикалық өнім. Сондықтан бұл профилактикаға жақсы бұл өнім. 100% натуралды болғаннан кейін, бұның сенімділігі де керемет. Мысалы, біз бәрімізді білеміз, бұл үлкен бір проблема. Көп нәрсе біз... Менделеев таблицасындағы 140 элементтің 40-ы кездеседі дейді, осы рас па? Онысы рас, 40-ы кездеседі. Табиғи өнім теңіздің ішіне шыққаннан кейін көптеген элементтер бар, витаминдер бар. Соның ішінде біз үшін ең маңыздысы йод деп есептеймін. Біріншіден цинк, селен деген кальций бар. Бәрі органикалық түрде. Онда бұлай айтсақ етеді, бүткіл дәріханалар жауып тастап, тек қана Ламифарен сататын. Жоқ, әрине. Барлық ауруға ем болса. Енді қазір айтып отырмыз ғой, жалпы медицина тұрғысынан профилактика бірінші орнына шығып жатыр. Біз алдын алу мәселесін... Ауырмайтын жол іздеп дейсіз. Ауырмайтын жол іздеу керек. Сол бағытта жұмыс істесек. Бүгінгі тақырып бар ғой, Дәуренбек, қартаймау. Көмектесе ме осы мәселеге? Қартаймау. Меніңше көмектеседі. Себебі бұл, мысалы, Ламифарен туралы бір диссертация қорған. Профессор Назаревская деген докторлық диссертация қорған. Ресейде ме? Ресейде. Жаңағыда біздің тақырыпқа сай, қартаю мәселесінде бұл йод жетіспеуінің әсері, және де бұл Ламифареннің осы мәселеде жаңағыда қосатын үлесі ретінде қарастырылған. Мысалы, қартаюдың бірнеше теориялары бар. Соның бірі мысалы эндокриндік теория. Немесе генетикалық теория бар, клетканың құлдырауы теориясы бар. Сол мысалы эндокриндікі алатын болсақ, ғалымдар айтады, қартаюдың себебі жынысты гормондардың төмендеуі. Ал жынысты гормонның төмендеуі бұл тікелей йодтың
біздің ағзамызға жетісіп жетіспеуіне байланысты екен. Бізде теңіз аз ғой Қазақстанда. Тек бір теңіз бар. Сондықтан ламифаринді көбірек ішу керек дейсіз ғой. Енді әрине, бізде Қазақстанда йод жетіспеу проблемасы бар. Оны бәріміз білеміз. Ол мәселені жаңағыдай алдын ала алу үшін қалқанша безінің жұмысына әсер ететінде білеміз. Қалқанша безі біздің ағзамыздың дирижері. Егер ол безіміз дұрыс жұмыс істесе, бүкіл обменный веществ, бүкіл қан айналымы, бүкіл нәрсе дұрыс өзінің жолында жұмыс істейді. Сол үшін профилактика үшін бұл өнім жақсы үлес қоса алады деп ойлаймын. Бәрекелді. Үлкен рахмет сұхбатыңызға. Құрметті ағайын, біздер азғантай жарнамаға үзілеміз. Содан соң студияда тақырыпты кеңінен талқылайтын боламыз. Өз ойым ток-шоу тікелей эфирдегі өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Құрметті ағайындар, армысыздар. Ләйлә қайда жүр? Мана Айбол, Ләйлә қайда жүр? Кешірім сұраймын. Қайырлы күн көрермен, қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме студия? Сәлем. Сүй. Жарасыр ма? Менің балам сүйді, менің балам. Жоқ, одан кейін менің балам былай жасайды. Тұрс, бұлай екен ғой, кешіріңіздер. Ол дұрыс емес адамдардікі. Сүйді көрек қой, тек осылай. Жарайды, қалжың ғой, құрметті көрермендер. Сәл кешіккеніме кешірім сұраймын. Бұлай орным біліп қалды ғой дейм, Әлбетте, орның ой сұрап тұрды. Неге кешігіп жүрсің? Енді болады ғой кейде, бұлай енді қартаясың. Жас кеп қалды деген. Жас кеп қалды. Үлгер алмай қаласың. Иә. Асықпау керек, бірақ уақытында жүрген дұрыс. Сен білесің бе, физиологиялық жаспен қатар биологиялық жастың болатынын? Болады. Иә, сенің биологиялық жасың неше? Физиологиялық жасың 31-де екенін білем. Бірақ 31-ге емес, 45-ке ұқсайсың өзің, жарайды. 18 менікі. Қойшы енді, 18-ге. Кеше айтты Роналдо айтты, мен жасым 23-те, бірақ мен 41-ге дейін ойнаймын. Биологиялық жасым. Сол 23-те. Сен өлшетпегенсің ғой сонда, сен қалжыңдап айтып тұрсың ғой қазір, Жоқ, өлшеттім ғой Танитаға. Шын ба, 18? 23. Енді 5 минуттен кейін 35-ке жақындайсың ғой. Ақырын. Сіздікі ше? Менікі 32 екен. Тегі. Соны айта алмай діргенсің, оны нағып әңгіме бастатсың. Қошемет осы жерде. Ал қартайғым келмейді біздің бүгінгі тақырыбымыз. Құрметті көрермендер, өте қызық болғалы отыр. Алыстамаңыздар, бізге қосылыңыздар. Байланыс телефонымыз жұмыс жасап тұр. Хабарласыңыз. Ауылыңызда қартайғысы келмейтін адам болса, ол кісі де хабарласын. Немесе сіз ол туралы айтып беріңіз дегенде. Рахмет, Ләйлә. Олар 81 жастағы Нұрғали Нүсіпжанов. Әлі күнге дейін 50 жастағы жігіттей желкілеп тұрады. Сондай-ақ 66 жастағы ауған соғысының ардагері, халық қаһарманы Бақытжан Ертаев әлі күнге дейін спорт залдан шықпайды. Алматы облысының әкімі Амандық Батталов 14 облыстың ішіндегі жасы ең үлкен әкім. Биыл ол 66 жасқа толады. Сонымен қатар Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев 65 жаста. Ал депутаттардың арасында 81 жастағы Владислав Косарев көш бастаса, министрлердің ішінде ішкі істер министрі Қалмұхаммед Қасымов пен қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақовтың жасы 61-де. От генералдар. Я, сондай-ақ елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы да біраз жасқа келіп қалды. Ол кісінің жасын айтуға болмайды, Ләйлә. Неге? Енді ол кісі жасы 78-де. Жақсы. 6 шілде күні 78 жасқа ел болып толады. тойлаймыз, Алла қаласа. Ал құрметті көрермен, бізде желіде қазір ақтаулық Жексен атамыз тұр, сол кісімен байланысқа шығамыз. Жексен Аюпов, ата амансыз ба? Жағдайыңыз қалай? Даусыңыз естілмей тұр. Даусыңыз естілмей тұр. Атам тақия киіп алған ба? Жатырсыз ба? Ата сөйлесеңізші. Ол кісі сөйлеп тұрған секілді. Көке, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Байланыс нашар болып тұр ма екен? Сондай сияқты. Көке, қай жақта тұр өзі? Негізі Ақтауда өте нашар ұстайды шынында да. 4G, 3G дегендерің. Білмеймін неге екен. Шымкентте де сондай. Жексен ата, қалыңыз қалай? Ол кісі сөйлеп тұр, аузы көрдіңіз бе? Режиссерлар, тексеріңіздерші қайта не болды екен? Қазір тағы да байланысқа шығып көреміз. Біздің студиямызда үлкен кісілер отыр. Микрофон бар ғой, қыздар? Мынау жасыл киген апама беріңіздерші. Күнде біздің хабарымызға келеді. Апа, бүгін көрермен емес, сіз қатысушы боласыз. Айтыңызшы маған, жасыңыз нешеде, есіміңіз кім? Есім қымбат, Орал облысынан Жаңғал ауданынан келіп отырмын. Қай облыс? Орал облысы Жаңғал ауданынан келіп отырмын. Оралдан? Осы жаққа қыдырып келіп отырмын. Батыс Қазақстан облысы Жаңғала. Иә. Жаңғаладан. Содан келіп отырмын, жасым 67-те. Ұл ма? Бұл жерде тұратын қыз ба? Қыздарым бар.
таныс қыздар. Күнде сағат 3-те үйден не деп? Осы қыздарым алып келіп жүр ғой. Қыздардың өздері әкеле ма? Қонақ ретінде деп. Апа, не істедіңіз? Қызметіңіз қандай болды? Мен қызмет істеген жоқпын, көп жыл ауру болдым. Жаман аурумен ауырдым. Жаман аурумен ауырдыңыз. Содан? Тұра тұрыңыз. Қазір енді шүкірмін. Енді жаман ауруды жеңдіңіз ғой. Жеңдіңіз ба бәрін? Жеңдім. Шүкір Аллаға. Неге жылайсыз сонда? Жеңген адам қуанып айту керек қой оны. Жеңуге болады ғой оны? Болады. Енді нақтылайық. Апама. Нақтылайықшы апа. Жаман ауру болғанда енді аурудың жақсы жаманы жоқ қой. Оба ауру болып тұр. Обыр ауру болып тұр ғой. Соның уақытында біліп қалып өзім уақытында емдетіп тастадым. Қазір 11 жыл болды. Соны менен уақытында емделіп, уақытында қаралып жүрем. Диетімді сақтаймын. Уақытында өзім ұйықтайтын уақытта ұйықтаймын. Тамағымды еті сақтап, солай мен жүрем. Ал енді қараңыз, тек қана күтіммен жүрсіз, майлы тамақ жемейсіз? Оны көп жей алмаймын. Көп жей алмайсыз. Қандай да бір физиологиялық жаттығу жасап қоясыз ба арасында? Көп жасай алмаймын. Себебі химияда маған аяққа беріп тастады. Аяқтан емделіп тұрам 6 ай сайын. Иә. Көбіне кілең дәрілер ішемін. Ішпеске болмайды. Иә. Бір мезгілді серуендейсіз бе немерелеріңізбен? Өзім енді қазір шалымның қайтқаным 1 жыл 7 ай болды, қазір жалғызбын. Жалғыз қызым бар, ол күйеуде. Сондықтан енді өзім тұрам, өзіме тыныштық, енді солай жүрем. Апа, айтыңызшы, өзіңіз сияқты үлкен кісілер біздің хабарымызды көреді. Ол кісілерге дұрыс тамақтанудың бір әдісін айтып берсеңіз. Яғни көп жағдайда енді шыны керек қой, бауырсақты жақсы көреміз, етті жақсы көреміз. Өзім профессорға қаралып едім, Россияға барып. Сонда сол кісі маған бәрін айтты. Себебі біздің Қазақстанда ондай айтпайды. Не деді сізге ол профессор? Айтпайтын, біздер дейтін, мен қатты ауырып, 2 аяқтан баса алмай, мешел болып бардым. 14-ші жылы қан жүрмей қалды. Аяқтан еще тамақ іше алмай қалдым, еще ұйқы болмай қалды. Сонда сол кісі Астрхан деген облысқа барып, сонда естіп, сол кісіге барғанда, сол кісі маған 6 ай өмірің қалды деді. 6 ай өміріңіз қалды? Мен жүре алмаймын, машинаға отыра алмаймын. Содан сол кісіге барғаннан кейін бетім бері қарады. Себебі ол кісіге 5-6 рейс бардым. Со барғаннан ол кісі маған дәрілерін берді, сосын уколдарын берді. Сосын енді соңғы бір 3-ші баруға бара алмай қалдым, жағдайым болмады. Себебі пенсиям аз болды, шалым қайтты, сосын бара алмай қалдым. Сонымен сол кісінің айтқан емімен жүрем. Сол кісінің соңғы айтқанда мен келе алмаймын, мен жағдайым жоқ дегенде. Енді қалай етім, берген дәрілерімді 6 ай сайын ішіп тұр деді. Ең басы дұрыс тамақтан деді ма сізге? Иә, дұрыс тамақтан. Дұрыс тамақтануды қойдың етін жеме, сиырдың етін жеме. Сиырдың етін жеме? Жабағының етін же. Қойдың етін жеме? Ненің етін же? Жабағының етін же. Жабағы? Ешкінің етін же. Ешкінің етін? Майлы тамақты ішпе. Майлы тамақты ішпе. Себебі бауыр өт жылдарында бар деді. Сондықтан маған кешкі 6-дан кейін тамақ ішпе деді. 6-дан кейін тамақ ішпе деді. Сол 6-ларда мен суға піскен тамақтар ішем, таңертең ішем, түсте ғана кеспелерін ішем. Болды, кеште жатарда 1 стакан айран ішіп алам болды. Басқа тамақ ішпеймін. Апаң қараңыз, қалай жабдық көрінеді, рас, білмеймін, апа, рахмет. Үлкен рахмет. Бүгінгі сіздерге де рахмет. Жақсы науқас адам түгілі, үлкен дені сау қайратты адамдардың өзі шыдай алмайтын, оның үстіне ұстай алмайтын не ғой? Өте дұрыс тамақтану режим ғой мынау дегеніңіз. Апа, немереңізге қарайсыз ба? Немереңізбен серуендейсіз ба? Жалғыз қыз. Жақсы, енді болашақта болар, Құдай қаласа дейік. Денсаулығыңызды күтіңіз. Енді немере туралы әңгімені сен басақ болғаннан түсініп тұрмын. Келесі кейіпкеріміз өзі сондай, мен немереме қарағанша өзімнің бойымды күткен жақсы деген ұстамды екен. Алайда біз оны жарнамадан кейін тыңдайтын секілдіміз. Жарнама. Ата, қайда жүрсіз? Атамай. Атамның басай. Қаша шыға болады. Ана бір дұрыс жерге тұрсаңыздаршы, бір зданиенің ішіне кіріп алғансыз. Ақша жүздің алып ұрап кеткенің бе, Сәулемай? Стоп, эфира нет. Жоқ, қазір шаршап қалсын өзі. Атаң шаршап қалады қазір, стоп деймін. Ой, мына атам мен естімейді ғой. Базарда жүр ғой мына кісіше. Айтсаңдар шана атаның қасындағы адамға. Сарбазарда жүр ғой, Сарбазарда. Қандай? Сарбазарда.
Кім? Айжанар айтсайшы анан қасындағы баласына. Істемесін. Істемеңіз, ата, эфирде емессіз әлі. Істемеңіз. Атамай. Ой, атам мен. Атамның істегені. 66 жыл бойы билік басынан түспей келе жатқан Ұлыбритания ханшайымы Елизавета II 92 жаста. Осы 10 мамырда ғана үкімет басына келген Малайзия министрі Махатхир Мухаммед биыл 93-ке толады. Тунис президенті Бенджи Каид 91 жаста. Жапония императоры биыл 85-ке келеді. Яғни былайша айтқанда жас ешқандай да физиологиялық жас билікке отыруға ешқандай кедергі келтірмейді. Ең бастысы адамның биологиялық жасы. Ол да дұрыс. Дейсіз ғой. Қашип ападан сұрағымыз келіп отыр, ол кісінің биологиялық жасыға нешеге. Қашип апай, саламатсыз ба? Келіңіз, кіріңіз. Амансыз ба? Қашип апайымыз. Келіңіз, Төлетіңіз, саламатсыз ба? Жайғасыңыз. Қандай модница апайымыз біздің. Мойынның бәрі алтын. Құдайға шүкір, қолының бәрі алтын. Жасыңыз? Жасым 58 жарымға келді. Апа 18 десейші. 18-ден 40 жас асып кетіпті енді. Қайда жұмыс істедіңіз, апа? Мектепте жұмыс істедім. 15 жыл бойы мектепте мұғалім. Осы мұғалімдердің имиджі бір-біріне ұқсай ма, әлде маған солай көріне ма? Неге мұғалімдер бәрі бір-біріне ұқсайды? Мұғалім де ойлап тұр едім, алсаң кетқанда мұғалім сияқты екен. Қандай пәннен бердіңіз? Ағылшын тіл пәнінен бердім. О, жақсы сөйлейсіз ба ағылшынша? Енді шама келгенше. Шетелге барғанда еркін? Еркін. Иә? Еркін. Қазір Астанадасыз ба? Астанада екінші қош орта мектебінде жұмыс істеймін. Беріңіз қолыңызды. Апамның маникюрі стразамен ғой. О, бедегіз. Жай маникюр емес ол. Түрлі түсті тастармен. Апа, бұл бұрыннан өзіңіз осындай сән қойсыз ба? Осындай бұрыннан ерекшеленіп жүргенді ұнатасыз ба? Енді мектепте жүргеннен кейін, балалардың ортасында әртүрлі ортада жүргеннен кейін ұстаздан бәрі үлгі алады ғой. Сондықтан да өзімізді әдемілеп ұстауға тырысамыз. Сонда тырнақ бояп үлгі бересіз ба қыздарға? Енді біздің жасымызда... Онда тұрған не жоқ? Барлығы. Онда тұрған не бар, айтыңызшы? Онда тұрған ештеңе жоқ. Ана тырнақты не үшін боямайтын білесіздер ма? Тырнақты ана ет жеу үшін боямайды қолмен да. Сабын бар ғой. Сабын бар ғой. Сабын болған лак деген тұрған химия емес па? Сосын балаларға сол бәрі бояп алып жүрсе бар, үйіне бар, ет жесе сол. Алмаз, келіншегің тырнақ боямайды ау деймін? Боямайды ол кісі. Алмаз өзі сондай апа, мән бермеңіз. Жоқ апа, мән бермегенде расында тәрбие басы тал бесік дейді, сіздерден басталады. Өзіңіз сонда сән жағына ерекше мән бересіз ба? Жоқ әлде шынымен физиологиялық та барлық жетілу жағына да кәдімгідей өзіңіз дұрыстайсыз ба өзіңізді? Барлық жетілу жағынан дұрыстауға тырысамын. Мәселен, жаңағыдай ішімдік ішпеу, дұрыс тамақтану, спортпен досталу. Спортпен айналысу. Спортпен айналысасыз ба? Я жүгіремін. Жас кезімде велосипед тебуді жақсы көрдім. Енді жас кезде ауылда өстік қой. Сонда барлық жұмыстың барлық спортқа байланысты ғой, жүгіріп жүріп істейсің. Соған ыңғайланғанбыз. Мұғалімнің жұмысының өзі таңертең кешке жүгіріс қой. Балалардың ортасында жүресің. Қазір бір нақты ешқандай да спортпен айналыспайсыз? Қазір тұрам, таңертең физзарядка жасаймын. Ал қаншамен жасайсыз, неден бастайсыз? Таңертең кәдімгі жай физзарядкасын жасаймын. Таңғы гимнастика. Таңғы 30 минуттай жасаймын. Содан кейін барып, жаңа жуынамын жақсылап. Одан кейін тамақтанамын. Содан кейін ары қарай кете береді. Таңертең тамақты ішесің. Тамақты кім дайындайды таңертең? Келін бар ма қолда? Жоқ, келін жоқ, бала үйленген жоқ әлі. Ол қызметте. Қазір тамақтен шай ғой, таңертең керемет тамақ істемейсің. Түске мезгілде ішуге тырысамын, сосын кешке қарай жеңіл тамақтар. Немере бағып отыратын, үйде отыратын күлді көмеш әже емеспін деп қалыпсыз ғой бір сөзіңізде. Енді немере, енді күнізін өмір бақи немере бақпайсың ғой, қызметтесің мысалы, жұмыстасың. Оның үстіне қазіргі заман талабына сай пенсияға шыққың келеді, зейнеткер болғың. Сондықтан менің балаларым енді мына немерені қарамадың деген әңгіме айтпайды. Енді қазір қыздарымда 5 немерем бар, Аллаға шүкір. Оның барлығы өздері балаларын бағып, қарап. Мен енді жексенбі, сенбі күндері қолым бос болғанда, немереке күндері болғанда, немерелеріммен қыдырамын. Сіз қазір жұмыста емессіз бе, зейнеттесіз бе? Жоқ, жұмыстамын. Жұмыстасыз ба? Ал жалпы енді біздің көп әжелеріміз сол немере баққанды сол бір демалыс көреді ғой? Керісінше деймін де, сіздің қызы екен деп отқаным ғой?
немереден Ештеме қашып. қызығы жоқ енді, әр адамның өзіне ғой, енді өзінің күтімі керек. Балаң түсініп тұрса, балаң баласы өз бағып отырса баласын. Енді Өз баласын өзі бақсын дейсіз ғой, өз баласын өз балалары бағады. Енді біз көмектесеміз шамамыз келгенше. Бір бала бір кемпірді өлтіріпті дегендей ғой, одан да. Енді бос уақытымызда баламен жүреміз, қыдырамыз, соның өзі демалыс қой. Жақсы энергиясын аламыз. Апа, шыдай аласыз ба? Мысалы, таңның атысы, кештің батысы кішкентай немере бағуға шыныңыз айтыңызшы. Осы қазір зейнетке шыққаннан кейін отыра аласыз ба? Үйде немере бағып. Енді таңертеңнен кешкен отырмаймыз енді жасыратын. Отыра алмаймын десеңізші болды, отыра алмайсыз, шыдай алмайсыз. Жоқ, шыдайсың ғой, не болатын болса, бірақ енді оны ешкім бізді мәжбүрлемейді ғой. Мен мәжбүрлемейді деймін мен балаларым, мен басқалар мәжбүрлеме дейсіз бе өзіңіз кішкене? Олар түсінеді менің жанымды. Менің балаларым түсінеді, сондықтан мәжбүрлемейді. Дайын емессіз өзіңіз? Енді ол үйленеді, білмеймін енді. Дайын, егер ол жағдайға байланысты болатын болса, қарап беруге тырысамын, қараймын. Жақсы көремін. Бірақ таңертең кешке дейін мен баланы енді жалғыз өзің бағып отыр деген ол болмайды. Ол ананың да, әкенің де міндеті ғой. Бірақ енді мен өзім жас кезімде өзімнің баламды жолдасымның әке-шешесі, яғни ата-енем бақты. Қазір расы керек. Мен студент болдым. Дұрыс емес сіздікі, қате. Енді қате болса да, дұрыс болса да сол шыным. Бірақ енді қазір балаларыңыз біреуге бақтырасыз екенде, біреудің баласын бақып қойсыз. Жоқ, сондай жағдай болса бағамын. Келінім студент болып кездесе, ол жұмысқа шығып кететін болса, онда бағамын. Апа, мойындайық та, ол келін студент болса мүмкіндігінше. Әріптес ретінде айта кететін болсам, бұл кісінің бір ұлы бар, одан кейін қыздар қалғаны. Қазір бақпаймын деп отырғандардың барлығы қыздың өзінің барған жерінде өзінің ата әжесі бар, сол кісілер бағады. Ал жалғыз ұлы қазір басқа қалада оқуда. Сіз қорған дедіңіз ғой өзіңіздің әріптесіңізді бас салып. Бірден қорғаудан бастадыңыз ғой. Маған ұнап отыр апам енді. Апам ол өзінің денсаулығына қараймын, физика, спорт жасаймын. Онда тұрған не бар? Жасарсын, онда тұрған не бар? Үйде жолдасы да бізде мектепте жұмыс істейді. Ол кісілердің жанұясын жақсы танимыз, жақсы араласамыз. Сол себептен қорғауға тұрарлық. Дұрыс, қорғаңыз. Бізде желіде 70 қаншада? 74-те кісі хабарласып отыр. Апа, амансыз ба? Салауатсыз апа, қалыңыз қалай? Ләйлә ханым. Амансыз ба? Мен Павлодардан звондап тұрмын сіздерге. Қайдан? Павлодар. 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 Мен құлағым ауыр емес, нашар естіп тұрғансыз. Мына қарағанда менің бұлай 74 жастамын мен. Жарайды. 74 жастамын. Ал апа, 74 жаста. Енді маған 50-ден артық бермейді. 55-60-дан артық бермейді. О, апа, не істеп жүрсіз? Бірақ мен өмірде таңғы 3-те түріп өлем. Сіз таңғы 3-те тұрасыз ба? Адамдар таңғы 3-те ұйықтайын деп жатқанда сіз тұрып аласыз. Біз ауыз өксетеміз сол кезде. Мен 3-те тұрып өлемді, содан кейін барып тынысымды бәлігім келтірем. Апа, бұлай істеңізші. Тұра тұрыңыз, сізде ұялы телефон бар ғой, е? Бар. О, апа, бұлай, ода WhatsApp бар ғой, е? WhatsApp бар. WhatsApp-та бізге фотоңызды жіберіңізші. Сол, WhatsApp-қа қазір біздің балалар байланысқа шығады сізге, редакторымыз. Сөйтемізде, сізбен біз видео арқылы сөйлесеміз. Сол кезде көреміз сіздің студия қанша береді екен сізге. Сіз өзіңізге 55 беріп отырсыз ба, 74-ке келіп, біздің студия мүмкін 45 беріп қалар, е? Даусыңыз жарайды, бере беріңіз. Шынар біледі, барлық құпияны негізі. WhatsApp-қа қазір шығамыз. Сіз телефон тұтқасын қоймаңыз, біздің редакторлар сізбен ары қарай сөйлеседі қазір. Жарайды ма? Келістік, е? Жарайды. О, осындай апалар жақсы көремін. Шынар мағандан айт. Студиямызда мен Шынар, мен қазір байқап отырмын, сізді қош келдіңіз. Екі баланың анасы, керемет косметолог отыр. Микрофонды ала қойсаңыз. Міне, біздің апаларымыз қазір түрлі процедуралар жасайды, өтірік емес. Алдыңа келген ең кәрі кісі қаншада? Физиологиялық жасы. Негізі мен бір нәрсені айтып кеттім келеді. Қартаю процесі ол да заңдылық қой. Әлбетте оған ешкім де қарсы келе алмайды. Қанша жерден ол кісі спортпен айналысын, қанша жерден бетіне процедуралар жасасын. Ол адамның өзінің процесі ол жүзеге асады. Бірақ қазіргі
қазіргі заманның талабына сай енді көп әжелеріміз де өздерін күткенді жақсы көреді. Менің енді көбінесе жас ерекшеліктерін айтатын болсам, 60-тан кейінгі келген кісілер бар, бірақ олар көп келмейді. Баласы бір сертификат сыйлауы мүмкін, мысалы 8 наурызға. Я болмаса біз өзіміз тойға дайындалған жақсы көреміз ғой. Сол тойға дайындалатын кезде құдағи өзінен 10 жас кіші болса, ол кісі тырысады. Барынша тырысып, салмақты да тастайды, кремді де алады, жағамыз, кірпік жабыстырады, бәрін жасайды. Ол енді бір тамаша көңіл күй ғой, бір шетінен қарап отырсаңыз. Мына кейіпкеріміз жаңағы әже өзі айтып жатыр, немересін бақпайды екен. Кейбір әжелер бар, сол мысалы енді өзімнің анамды айтатын болсам, ол кісі маған айтады, мен ауырсам дейді, осы балалар мен емім дейді, мысалы. Ол как менің енді витаминдерім деп айтады да, мысалы. Сондықтан да барлығы осы көңіл күйге байланысты, әр жас ерекшеліктеріне байланысты деп мен өзім есептемеймін. Бірақ енді өзімнің тәжірибемде болған бір оқиғаны айтайын. Бір кісі анасын алып келді. Кеште өзі тұрмысқа шығайын деп жатты. Сол кезде енді анасының жасы 55 жаста. Бірақ енді өзіміз профессионал болғандықтан жасты да беруге қимайсың бұл кісіге. Бірақ 55 жасқа ол кісі еш ұқсамайды. Өйткені ол кісіге мен тағы бір 10 жасты да қосып беретін едім да. Өйткені әр адам әр түрлі жолмен қартаяды. Стресс бар, жұмыс, қанша кісі жұмыс қызметте болды мысалы да, енді өмір сүрген, қандай дейміз ол, өмір сүрген заңына байланысты, салтына байланысты, тамағына байланысты, қимылдауына байланысты, күйеуіне байланысты, күйеуінің мінезіне байланысты, оның таңертең қандай тамақ жақсы көретініне байланысты, бәрі осыларға байланысты. Өткізгені бар мысалы. Сол кісі енді 55 жастағы кісі енді қызы алып келгеннен кейін енді жарай жасаңыз бетіме, не жасайсыз деп сондай сұрақтар қоя бастады. Бірақ қолдан келгеннің бәрін аямай жасадым. Өйткені бұл кісіде бір талпыныс болды. Жасарам деген, өзінің жасына жас деген ол кісіде бір 2 жылдың ішінде қартайып кетті бұл кісі. 2 жыл. Енді оның қартайу процесі ол ішкі күйзеліске байланысты болды. Өйткені ол жаңағы жанұяда бір күйзеліс болып жатты да сол моментте. Енді былай қарап отырсаңыз, сыртқы келбеті мен ішкі дүниесі екеуі бір-біріне сәйкес келмей тұрды. Көмектестіңіз бе сонымен? Сонымен барынша енді қазір 3D лифтинг жасадық мысалы енді. Нитевой лифтинг жасадық, контурный пластиканы жасадық, ботокстарды салдық. Бірақ ол кісіге шелектеп құйсаң да, ол бірден анық, оны әр адам өзі біледі. Қатты 25 жасқа жасарып кетпейді мысалы да, 18 жастағы қыздай қыла алмаймыз. 55-ке келді ма енді? Бірақ ол кісіні біз енді соны жасағанмен енді өзімнің көңілім қатты тола қойған жоқ жасаған дүниеме. Ол біздің уколдың әлсіздігінен, я болмаса жаңағы салған жіптеріміздің әлсіздігінен емес. Бұл жерде бұл кісінің ішкі ағзадағы ішкі дүниесі. Түсіндім. Былайша айтқанда сіздің айтқыңыз келіп отырғаны адамның ішкі жан дүниесі жасарғаны дұрыс. Иә, бір сөйлеммен осылай айта салу керек бұл косметолог кісі. Голливуд жұлдыздарының ішінде Бетти Уайт биыл 96 жасқа толса, ал келесі жылы Бибігүл Төлегенова 90 жасқа келеді. Мәжіліс депутаты Гүлжан Қарағұсова биыл 68 жасқа толады, ал 78 жасар Ескендір Қасанғалиевтің жары Дарико жеңгеміз 5 күн бұрын ғана 70-дің 5-еуін толтырды дейді. Мынау Ақтаудың бір базары ғой дейм, базарда жұмыс жасайсыз ба? Сарбазар ғой, сарбазар. Сарбазарда несіз? Сауда жасайсыз ба? Ата, сауда жасайсыз ба деп сұрап отыр ғой. Сауда жасайын, хостовар. Хостовар сатады атамыз. Жақсы екен. Ата, бүкіл Қазақстан шулап жүр ғой, сіз анау роликпен Аджимай сайт деп. Көрсетіп жібересіз ба? Көрсетесіз ба? Көрсетіңіз. Көрейік. 100 мәрте жасай алам дейді. Көрейік енді, көрейік. Қасына тұрған, ал қараңыздар, құрметті көрермендер, бұл Ақтаумен байланыс, Жексен атамыз 68 жаста 100 мәрте осылай жасай алады. Тұра тұрыңыздар, кедергі етпеңіздер атаға.
Олар тікелей эфирде, ол екі қыз түсінген де жоқ. Қай жақтан көрсетіп жатыр ол екі қыз? Артында жүр біреу. Мен түсейші телевизорге, мен түсейші деп біреу. 6. Бір енді 20-ға дейін санайық, я? 20 дейді Қадзава. Иә. 9. Иә, санайық. 10. Бәріміз санайық, я? 11. Санаңыздар. 12. 13. 14. 15. Қашын бай? 14 дейді ғой? 17. 18. 19. 20. Ата, болды, рахмет. Ата. Ананы бер, ананы. Болар енді, рахмет. Ата, қараңыз, қызмет сізге. Тамаша. Біз сіз енді өзіңізге бәсесетін жарайды, ата, болды, қажет емес. Атам басқа нәрсе Қызып кетті ғой, қызып кетті. Қараңыздар. Ал. Не істейміз, ата? Не деп атқан, жауап бер. 1. Вау. Сәлем айт. 2. 2. Санаңыздар. Слышно, не қылыш. 3. 4. Студия санаңыздар, сіздерге бір ақпарат айтқым келіп отыр. Ата өзіне қарсыласыз дейді. Бұлайша айтқанда, дәл атамыз сияқты жасап, біздің дайректке видеоларыңызды жіберіңіздер, 50 мың теңгеге бәстесем дейді атамыз. Қолдарыңыздан келсе, дәл осылай 100 рет жасап, видеоңызды тағы да айта кетеміз. Өз ойым деген хэштегпен болмаса, өз ойым 7 деген біздің инстаграмдағы парақшамыздың дайректіне жіберіңіздер. Егер 101 рет жасасаңыз, ата сізге 50 мың беруге дайын. Кеттік па? Кәне, кесәт. Ата шаршаған жоқ. Ата, мен сізді жеңетін адам табылар ма екен деген ақпарат айттым қазір көрермендерге. 50 мың тігіп отырғаныңыз рас па? 50 мың берем деген рас па дейді. Да. Ал, жақсы. Рас. Жарайды, онда біз бүкіл Қазақстаннан іздестіріп жатырмыз. Сондай азаматтар болса, азаматшалар болса, сіздің рекордыңызды қайталайтын, және сізбен бәсекеге түсетін, және осы 50 мың теңгені ұтып алуға ниетті. Ата, тұра тұрыңыз, үзілмеңіз. Престі көрсетіп жіберіңізші, мына престі халыққа. Престі көрсет дейді. Көрсет дейді ғой. Неше көбік? Неше көбік анау? Мә, Криштиану Роналду. Роналду демалады. Бес көбік. Керемет. Ата 78-де. Ой, 68-де. 8. Тамаша болды, көрді. Наяқтағы кемпірлердің бәрі сындырып атсы, ата. Тамаша. Ата, ай, түсіріңіз ата кофтаны. Болды, жарар енді. Түгел шешінудің қажеті жоқ. Күнде спортпен айналысасыз ба, ата, сұрақ сізге? Күнде қанша мезгіл айналысасыз? Спорттың бойын сындырам десесіз? Күнде паден дұрат 50 сейін. Ау? Тарсылам. 50 рет істеймін. 25. Атта бастайын жүгірем. Жүгіресіз? Бәрекелді? Аренада жүгіресіз? Мен жоқта арена бар ма спорт көбі? Соны ашылды ғой. Соның қасында тұрам. Иә. Алтта тұрып жүгірем. Таңғы 6-да жүгіресіз? Турник бар burada. Турник. Сағат 8-ге шейін алтта жүрем. Тамаша. Жүгіріп. Гантели бар. Қасыңызда кім болады? Немерелеріңіз бар ма қасыңызда? Сағат 8-ге шейін жүрем алттан. 6-тан 8-ге дейін жүгірем. Ата, мынау не үшін барлығы сізге спорт? Өзіңізді бір атақты қылу ма, даңқты қылу ма, жоқ әлде денсаулық сақтау ма, болмаса басқа бір ойлаған ойларыңыз бар ма? Не үшін? Спорт деген денсаулық үшін керек. Мен жастарға айтам, мына колес сатып алыңдар, істеңдер.
что-то біреу істемейді. Мен бәрін айтамын, қалай жақсы спорт. Соны істеңдер деп. Бәріне айтамын, но балдар нетпейді. Не үшін істеватсың дейді. Денсаулық керек қой. Денсаулық керек. Иә. Немерелеріңіз қайталай ма сіздің істегеніңізді? Береді. Жабайын бәрі қимылдайды. Сосын мен істеп жатырмын. Ата, ауыз берік па? Мен оразамын, аха. Құтты болсын, қандай тамаша. Бәрекелді. Ғажап. Қабыл болсын ниетіңіз. Құрметті көрермендер, мінекей біз Ақтаулық Жексен атамызбен тікелей байланысқа шықтық. Өздеріңіз көрдіңіздер, жаңа атамыз 100 рет ролик арқылы қалай отжимание дей ма, бұны не дейді? Көрді ғой, халықтың бәрі ейліп бүгілді деп айта берсеңізші. Отжимание егіншісі ғой. Иә, итерді. Ақыр айтып тұрсыз ғой, итерді деп. Енді басқаша ол. 50 мың теңге ұтып алу мүмкіндігіңіз бар. Дәл қазір біздің инстаграмдағы өз ойым жеті парақшасына жазасыздар, дайректке, және басқа да жолдарын іздеп, дәл осындай қылып видео жазсаңыз 100 рет 50 мың теңге сіздің қалтаңызда болады. Яғни атамыз бәсесіп отыр. Ал сонымен қатар ол кісі былай да айтыпты, 100 рет істей алмайды дейді, 10 рет істеген адамға мен 5000 теңге берем дейді. Сөйтіп айтқан ғой базардағы жігіттерге, әлі күнге дейін ешкім істей алмапты. Әлі күнге дейін. 5000 теңгені ұтып аламай жүр ғой, атадан ұят екен, жастардың тірлігі. Жарайды, енді біз хабарымызға қайта оралайық, тікелей эфирдеміз, желіде көрермендер тыңдайық. Содан кейін келесі кейіпкер шақырамыз. Алло. Саламатсыз. Алло. Амансыз ба? Алло. Ау. Ләйлә ханым. Амансыз ба? Ләйлә ханым, амансың ба? Шүкір. Сіз қалайсыз? Қалайсыңдар? Жақсымыз. Өзіңіз? Ләйлә ханым. Қалайсыңдар? Мен сізбен тіпті төлесуге деген тіпті енді айта алмаймын. Қанша рет мен звондап жатырмын. Рахмет алғаныңа. Ләйлә ханым, мен Ақтаудан звондап тұрмын. Бәсе сол Ақтауды ойлап тұр едім мен сөзіңізге қарап. Жақсы, апа, рахмет. Енді Ләйлә ханым, өткенде Ернар Айдардың несіне жаңағы шығардыңыз ғой, Ернар Айдарды. Сонда келген Зарина деген қызға қандай, мен қазақ деген қаны бар адамға осындай қазақ қыздарының ары жоқтығына мен ұялам. Апа, ол неге ондай? Біздің тақырыбымыз басқа ғой бүгін. Біздің тақырыбымыз басқа. Қазақсың ғой. Қазақтың қыздары қандай болу керек? Тәлім тәрбие қайда? Ұят емес па? Ернарды шақырамыз ба тағы да? Ернарды шақырам бір күн. Ол мына соны айта алмады. Бүгінгі айтарым болса, адам ата-ана бақытты болса, ана еш уақытта да қартаймайды. Психологияда геронтофобия немесе героскофобия деген ұғым бар. Бұл бағыт егде адамдардың қартаюдан қорқуын зерттейді. Сұлулықты жоғалту, балалардың қолына қарап қалу, жалғыздық аурудың пайда болуына міне осы салдарлар себеп болады дейді. Негізінен осы мәселемен көбіне ауыратын біздің жұлдыздарымыз дейді мамандар. Сондықтан да қазір жұлдыздарымыз не айтады екен, қартаю туралы осыны көреміз. Тыңдап. Тән сұлулығы үшін жан саулығы керек. Бірақ халық арасында жүрген кей жұлдыздарымыз үшін саулық құрбан болса да, сұлу болу маңыздырақ. Сахна, сән, жарасымды тән. Ел назарына да камера объективіне де жиеленетін артист өмірі. Оларға үнемі сұлу болу керек. Бұл қағида емес, бұл өнер талабы. Самайын ақ басқаның, маңдайын әжім өрнектегенін қаламайтын жердегі жұлдыздар қартаюдан қорқама. Айнұр, карти кетіп істеп жазады маған. Мен сонда, әрине мен карти, мен адаммын ғой деп жазам оларға да. Мен өзім жаспын. Мен жас болып көріну үшін ештеме істемеймін, өйткені мен жаспын. Үнемі жас көріну үшін құрбандыққа көбіне шетелдік жұлдыздар барады. Мысалы, 36 жасар Анна Седокова жас болып жүру үшін мұрнын кішірейтіп, бетін жиі тарттырады. Және оның басты сыры көп ашуланбау. Мне кажется, что когда ты злишься, то прям сразу становишься некрасивый и морщинистый. 40-қа таянған ресейлік Семенович болса, қанша пластикалық ота жасатса да, бастысы сүю және сүйікті болу керек дейді. Я посоветую любить себя, мои дорогие, заниматься любимым делом, тем более сейчас лето. Ал жігіттер жағы қалай күреседі? Шоколадное обертывание, маски ежедневные, спа, процедуры, ну, как все обычные люди. Жас болып жүру үшін жарқ еткен өнер адамы емес, өзіңізбен гармонияда, жаныңызбен сырлас, тәніңізбен құрдас болсаңыз болғаны. Любить себя дейді, 40-қа таянған деп. Құдай, любить себя дегенді мен қазір ауылдағы бір апам айтайыншы. Апа, сіз өзіңізден бастаңыз, сіз өзіңізді жақсы көре бастаңыз деп айтсақ, мысалы, не айтып отырсың деп. Ауылға заман қой, мына аранызда тұрғын, өзі любить деп тұр ғой өзін.
Мен ауылдан да келдім ғой, ауылдан қалаға да келдім, бәр жерде болдым. Менің көршілерім бар. Біздің үйдің жанында үлкен парк бар. Сол жерде скандинавская ходьба дейді. Күнде таңертең бір 4-5 келіншек деп айтайын, өйткені олар үлкен апалар негізі. Бір 2 сағат скандинавская ходьбамен жүреді. Біріншіден денсаулыққа өте пайдалы. Екіншіден ол кемпірлердің, былайша айтқанда кісілердің бір бала бағып отырған немесе немересімен қыдырып жүргенін көрген жоқ. Енді мен ол кісілерге қалай сын айтуға болады? Өздерін жақсы көреді, қалада тұрады, 2 сағат спортпен айналысады, одан кейін дұрыс тамақтанады, жас ұстайды, әдемі киінеді. Ешкім былай қарасақ дұрыс сияқты. Онда тұрған не бар? Бірақ та кейде оған керісінше, енді ол сенің позицияңда да солай. Олар неге немере бақпайды, ол өзін өзі жақсы көру. Жоқ, оған бар ғой, өзін өзі жақсы көру мен бала бағу бір-біріне кере қарағымдар емес, әлі. Бала бағу отырып та өзін өзі жақсы көре беруге болады ғой. Бізде хабарымыздың басында хабарласқан апа бар еді ғой. 74-те мен, бірақ маған бәрі 55-60 береді деген. Қазір сол кісінің суреттерін алдырып жатырмыз. Жаңа байланысқа шығамыз деп уәде берген едік, ол кісіде енді скайп жоқ екен, былай жүзін көрейік десек. Міне фотолар. Ал бересіздер ме осы кісіге? Дауысын естідіңіздер ғой, 74-те есімі кім? Жаңа ұмытып қалдым. Қыздар. Мен де ұмытып қалдым. Бақытжамал апамыз, міне, Павлодардан хабарласқан. Маған бәрі 55-60 береді деген. Ал мұнда гастроэнтеролог Гүлмира отыр, Шынар отыр, көрермендер, Жансая, Мөлдір, бәрін келдіңдер. Ал микрофонды алып айтыңдар. Мынау жаңа ғана түскен, е? Жоқ, енді мен 74 бере алмаймын, ол шындығы. Неше бересіз? 60 жас бере алатын шығарым. 60 болады, е? Міне, мына жерде боянып әдем болса тойға барғанда. 2016 жылғы мұнасы. Бақытжамал апа, рахмет суреттеріңізді жібергеніңізге. Бекет атамызбен жақында ғана алтын тойлары болыпты. Керемет. Ал міне, мұндай апаларымыз өте көп. Қадип апа, Алмас жаңа немере бақпайды деп сізді сөйтіп неғып қалған кішкене шамданып қалдыңыз, байқап отырмын. Ол мүмкін дұрыс түсінбеген шығар, бірақ та мұғалималар көп жағдайда ұстаздар осылай киінеді, оны бәріміз білеміз. Енді бұлай үйде орамал тағып өзіңіз? Орамал тағам, тамақ істегенде. Қайын жұртқа қызмет деген? Қызмет істеймін. Өзімнің анам да бар 96 жаста, енем де бар 86 жаста. Бәріне де қызмет істеймін. Келімін ол кісілердің алдында. Жалғыз ол әлі үйленген жоқ, сол себептен? Ол үйленеді. Ол үйленсе, енді немере бағу керек болатын болса, бағамын, ертіп жүрем, қараймын, күтемін. Енді қыз балаларым маған сондай немере бағыңыз, сіз бағуға тиісіз деп айтқан жоқ. Ешқандай не болған. Күтіп жүрмін десеңші. Болған уақытта. Қартаюдан қорқасыз ба? Қартаюдан қорықпаймын, бірақ енді жас келген кезде өзі алады. Оңға дейін бірақ күтініп, дұрыс өмір сүруге тырысамын. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Өзімнің ойымды айтып өтейін. Манадан күтіп отыр. Манада апайымызды да мына жерде кейіпкерлерімізді көріп отырмыз. Бірақ қазір біз негізінен барлық адам қартайғысы келмейді, шыны керек. Әйел адамдарға жас берсең, өзінен жасынан жастау берсең, қуанып мәз болып қалады. Бірақ шыны керек қазір біз жас көрінеміз деп бір шама нәрсені білдіріп алып жатқан секілдіміз. Мысалы, автобусқа мінсек, бір шынымен түріне қарасаң, 60-тан кетіп қалған немесе 50-ден асқан апаларымыз отырады. Жасанды кірпікпен, одан қалды қатты баттастырып боян алып бір ерсі қылық жасап отырады. Одан қалды қыздармен қатар көрінетін шешелерді де көреміз де, мысалы, шаштарын бояп қарап отырсаңыздар, кейде жеркеште көрінеді де, мысалы, асханада отқанда жастарына қарасаңыздар, 40-тан асып кеткен апаларымыз шаштарын жайылып, бір жеркеш нәрсе көрсетіп отырды. Жас көрінуге болады, шыны керек, адамдар өздерін күтіп, спортпен айналысып бір жақсы. Сонда жасы 55-тен асқан апалар немесе су әкеп беріңізші мына кісіге, кішкене сізге қазір әкеп береді су. Жасы 55-тен асқан келіншектер мүмкіндігінше қастарыңызға тату жасамаңыз, кірпік жапсырмаңыз, еріндеріңізге помада жақпаңыз дегенді айтыңыз келіп отыр ма? Мүмкін емес, бізде ерсі қыл жасайтын адамдар бар да. Ерсі сіз үшін нақты не? Нақты жас не жарасады, не жараспайды? Мысалы, қарапайым өмірде жинақы болып жүріп, өздерін күтсе, спортпен айналысса, оған қарсы емеспін. Бірақ өздерін шамадан тыс 18, 17, 20-да қыздарға еліктеп істейтін адамдар шыны керек ол жеркеніш тудырады. Жалғыз мен емес, бұл қоғамдағы адамдардың пікірі. Бірақ олар айна қарап өздерін керемет көреді ма? Менде мысалы соңғы шаш үлгісі, менде кірпік. Бірақ қарап отырсаңыздар, бастарында жаулық жоқ. Бірақ адамға жеркеніш тудырады, айтыңыздаршы, барлықтарыңызға қатты ұнай қоймайды ондай нәрсе. Бір 60-тағы апамыз кірпікпен келіп отырса, қатты боянып отырса, ол жас көрінуге өздерін есептейді, бірақ бұл шын мәнінде олай емес қой. Мойындаңыздаршы, олай емес, барлығы да айта алады. Мойындаңыздаршы енді,
Айгүл ханымды шақырамыз ба? Айгүлді. Жалпы мына жерде бір кісілерді айтып жатыр, 60-тан кейін үлкен апаларымыз, жалпы әйелдер қауым өз-өзін тастайды деп жатыр да. Мен олай ойламаймын. Жалпы мына кісіге пікір талас болып жатыр ғой, жалпы. Мына кісіге жарасады мысалы. Өзіне боянған жарасады да. Ал енді мына кісі апама келіп бояндырып қойсаң, вообще жараспайды ғой. Сол сияқты ғой? Жақсы бауырым. Иә, әр айырмашылығын білу керек. Сосын сен айтшы Айгүл апаға қарап, жараса ма, жараспай ма боянған? Айгүл шақырыңыздар. Келіңізші апай. Ұста микрофон. Төрлетіңіз. Ой, менің апам деген апа өзі. Қандай керемет апа тұрыңыз сен. Келіңіз менің қасыма, келіңіз. Ал, төрлетіңіз. Жасыңыз нешеде апа қасы? 68-де. Ой, шүкір құдай. Апрельде толдым. Міне, ал. Не дейсің ал? Үйлесем бе? Демай қалды. Неге? Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, енесі бар адамдар қартайды. Духың жетпей қалды ма? Айтуға? Мен сразу айта салайын, бұл кісіге жараспайды ау. Мен өзім біраз кісілер қосылып. Нақты не жараспайды, ал. Жастардың пікірін тыңдайық. Ренжімеңіз, я бұл. Ренжімең енді. Қас жараспайды, мысалы. Қас жараспайды. Ана сызық қойған ма? Ал, тағы? Енді басқа жерін айта алмаймын, енді басқалар айта берсін. Шаш. Ұнамай тұрғанын айтамын. Шаш. Білмеймін ғой, шашпын. Шаруам жоқ мен. Қарам болмаса онда айтпа. Мегі қас қой дейсің. Не жарасады. Мен өзім жарасады деп ойлаймын. Өзіме айнаға қарағанда кәдімгі көңілім көтеріңкі, өзіме үйлесіп тұр бәрі. Сондықтан да өзімді осылай жаспын деп ойлаймын. Жассыз апай. Жастар көбіне менің жолдастарым өзімнен 10 жас, 15 жас кіші. Солармен араласам, солармен бірге фитнеске барам, қыдырам, ресторанға барам, кафеға барам. Сонда ойламаймын, мен маған үйлеспейді деп. Сіз кәдімгідей спортпен айналысады екенсіз, иә? Мен спортпен прям кәдімгідей отыруға бола ма? Иә, кәдімгідей отыруға. Иә, отырғыз, ыңғайлам. Десал жейде ма, тұрып тұруға, ұзақ тұрып тұруға? Ал, жетеді. Алмасқа комплимент айтайын деп едім. Кәдімгі жасарып кеткенсің. Ләйлі өмірге жүргенсің ба? Мүмкін. Басында кадрға сыймайтын ғой бұл бала. Иә. Мен шетте тұратынмын десейші. Иә, кадрдың 90%-ын алып тұратын. Сондықтан қой бала, сен кадрдың 50% алсайшы деп, бұл баланың жанын қиынады ғайды. Жоқ, шында да қанша килограмм? Шында да. 20 килограмм. Бір 2 ай ма? 3 айда. Енді алмастында спортпен заниматься етесің ғой. Мен қойым керек қой сұрақты сізге. Кешіріңіз. Айтсайшы алмас енді секретті. Қас қалай болып жатыр еді, ана жігіт дұрыс емес айтты сізге. Дұрыс емес деп айтқаны. Мен каждый раз қасымды бояғым келмейді. Жуынып алып, өзім осындай бетім осындай болсын деп. Апа, негізі қас жоқ па ана жерде, сондықтан сіз қойғансыз ба? Бар, мен олмасын, бар. Жоқ. Бар, денгізі жынуды. Жоқ, сұрағым келгені татуды не үшін жасайды? Кейбір адамдардың, мысалы, қас өспейді енді, шындығы ғой. Сондықтан ыңғайлы болсын деп, күнде сыза бергенше осылай сызып қойған ыңғайлы дейді. Қас өседі ғой негізі былай, е? Ол жерде? Е, өседі, қараңыз, өседі. Міне қанша. Бұл бұзылмайды, солай тұрады. Бетіңді жуасында жүре бересің. Көзегі ше, көзегі сызықта. Көзегі сызықта не ма? Сыздым. Өзіңіз сыздыңыз ба, әлде оны тату ма? Тату. Тату, ыңғайлы, е, жумайсыз. Ой, апам менің күшті көзі. Қарап алды ұстап ал. Не деген көз анау құдай. Ерінше, Бұл 10 жыл болды. Ерінше. Ерін дұрыс ғой. Енді губнушки ерінде. Ойыс ба? Орамал тағасыз бейде? Мұнда тағып келдім, бірақ та осындай өзімнің сұлулығымды көрсету үшін. Ойын дегесін да сұлулығымды көрсетейін. Жоқ, апа, енді ол ешкім сөкпейді ғой, бұл өзіңіздің өміріңіз, өзіңіздің денсаулығыңыз. Ол үшін сөкпеу де керек. Әр адамның өзіне жақсы болу үшін өзінің тұрмысына қарай, өзінің жанұясына қарай, өзінің еріне қарай. Менің ерім жолдасым 2 жыл болды шетінеп кеткеннен, ар жаққа кетіп қайтыс болды еді. Қалай деп айтып, мұн жаққа келгенде үйренем деп, мен вообще батыс Қазақстаннанмын. Бізде олай сөйлемейді. Мұнда келіп енді осы Астананың сөзінен үйренеміз деп. Түрін естідік. Енді дұрыс емес пе? Күшті айттыңыз. Енді содан бері бұлай маған мен жолдасым, мен боянбай, я бір жаққа солай шықсам ренжитін еді.
Ренжиді, кәдімгідей, иә? Кәдімгідей ренжиді. Үйде де солай дұрысталып жүр деп айтатын еді маған. Боянып жүрді. Боянып жүргенімді, әдемі киініп жүргенімді жарататын еді. Құртай бір халатпен жүрсем, айтатын, не болып қалды саған? Мұна қайдан алдың? Мұна мен көрмедім ғой деп ұрсатын еді маған. Сондықтан да сол үйреніп қалғам соған. Ешқашанда маған қоймайтын еді. Автобустарда осындай кісілер ғой, жыныңызға тиетін сіздің. Апада кірпік жоқ, қойыңдар. Иә, шыны керек. Иә, осы жынына тиесіз ана кісінің. Жоқ, менің өзімнің әжем болды, иә, осы күнге дейін мені тәрбиелеп өсірді. Ол кісінде өмірден өткеніне бір 5-6 жылдың жүзі болды. Әжім қолмен біздің басымыздан сипап, сабағымызға көмектесіп, мысалы, өзін күтпек түгіліп, бізді бағып өмір кешті. Біз ол кісіге деген шексіз махаббатымыз болды. Ол кісі де бізді жақсы көрді. Ал енді сіздің немерелеріңіз бар ма, сізден сұрақ қоймыз. Немерелеріңізге көңіл бөлесіз бе? Ертегі айтасыздар ма? Мен 3 баланың анасымын, 2 қыз, 1 ұлым бар, 3 немерем бар. Соның 1 немеремді енді өз әжесі өсірді, 2 немеремді өзім өсірдім. Ол немерелерім де қазір 25-26-ға келді. Қазір шөбере бағып отыр. Бағып отырсыз ғой, иә? 5-те. Енді бізде көрермен тұр желіде, тыңдайық. Ол кісінің де сұрағы бар сияқты. Сәлеметсіз бе? Иә, тыңдап отырмыз. Иә, көрдіңіздер ғой, иә, кейде біз осылай байланысты қоса алмай жатамыз, бұл өте көп көрермендер хабарласып жатқаннан кейін. Апа, қартаюдан қорқасыз ба? Жоқ, қорықпай. Қартайғыңыз келмей ме? Не келмесін, уақытымен, мен өзім ойлаймын. Менің жасыма қарай, мен осылы дұрыс қартайып келе жатырмын деп. Айгүл апай, бірақ бар ғой, анау сіздің бет-аузыңызда жағы болған көк бояуларыңыз, қызыл бояуларыңыз, сіздің бір табиғатқа бір қарсылығыңызды көрсететін сияқты. Здравствуйте. Бәріне сәлем, менің есімім Әлкей, мен жеке кәсіпкермін. Нақтылай кетсек, бағдарламаларды қамту және бизнесті бір жүйеге келтіру мен автоматтандырумен айналысамын. Өмірге ризамын, үйленгем, және өмірім ұзақ болса деймін. Дәл қазір біз саябаққа қарай бармақшымыз. Міне жер ұйыққа апарар жол біздің уақытты пайдалы өткізе алатын ең сүйікті жеріміз. Менің іс-әрекетімді қайталағысы келетіндерге айтатыным, жалаң аяқ жүруді жаз айларында бастау керек. Жылы мезгілде кірісу өте маңызды. Дәл қазір ана жердегі көгалға бет алып келеміз. Мен жаттығуларымды күнделікті сол жерде жасаймын. Бастапқыда өте қиын болды. Себебі жалаң аяқ жүріп келе жатқан адаммен көшеде бірге жүру өте қатты ұят болып көрінетін. Қатты қысылатынмын. Енді біз үшін ол үйреншікті нәрсе болмағандықтан шығар адамдардың бір түрлі қарайтыны. Ал уақыт өте, әрине үйренісіп кетеді екенсің. Это дело не для кого-то. Бір рет аяқ киімімді шешіп тастап жүріп көргеннен кейін соны күнде қайталап істеп көргім келе берді. Тағы бір берер кеңесіп, жалаң аяқ жүріп көргісі келетіндерге айтарым, міне, мына мен сияқты жұмсақ жерде тұрудан бастау керек. Когда пришел ко мне первый раз в гости, енді танысып араласа бастағанымызда бір күні кешкісін қолына бір құшақ гүлін алып үйімнің алдына келіп тұр екен. Басында мән бермеп едім. Кейіннен қарасам жалаң аяқ тұр. Далада аяз, 15 градус көрсетіп тұрған. Бір түрлі болып қалдым. Әлі дұрыс танымағаннан болар, тіпті жағдайы нашар аяқ киім алуға ақшасы жоқ па деп қалдым. Жалаң аяқ жүру өте пайдалы. Біз сол арқылы жерден энергия аламыз. Сондықтан денсаулықтарыңызды дұрыстағыларыңыз келсе, өмір жастарыңызды ұзартқыларыңыз келсе, дәл бүгіннен бастап іске кіріскендеріңіз жөн. Ой, бәрекелді. Мынау енді бір жаңалық сатып Америка шыққандай қылып айтты ғой енді бұл кісі. Бірақ енді күніне 2 сағат жүрем деп. 2 сағат жүрем деп. Ауылда тек қана күніне 2 сағат үйге кіресің ғой, болды. Қалған уақыттың бәрінде сыртта жалаң аяқ жүресің ғой. Аяққа шөңге кіреді, шөлмек кіреді, тас кіреді. Мүмкін содан да шығар, мысалы, денсаулықтың мықты болатын. Студиямызда гастроэнтеролог отыр. Гүлмира ханым, қош келдіңіз тағы да. Микрофонды алып айта қойыңызшы, дұрыс тамақтануға байланысты және де қартаймаудың амалдарына байланысты. Жақында ғана ғалымдар дәлелдеді. Яғни обыр ауруына шалдықпас үшін ең бірінші кезекте дұрыс тамақтану керек және де физиологиялық жаттығу жасау керек. Оны атам заманнан айтып келе жатсыздар ғой енді дәрігерлер.
Әрине, ол өте дұрыс айтылған. Ең маңыздысы адамның ағзасына жай әшейін оңай нәрселерді адам істемейді ғой. Мен соған оңай нәрселерді айтыңыз. Оңай нәрселер. Мысалы, адам күніне 2 литрден жоғары су ішу керек. Бірақ мен өзім науқастарыма түсіндіріп айтып берсем де, келесі маған приемға келгенде олар жоқ, мен іше алмадым дейді. Сонда не іштіңіз деп сұраймын ғой. Сонда айтады, шай іштім, компот іштім, сок іштім деп. Ол пайдалы емес, жаңағы ішінде канцерогендер бар, красительдер бар. Күніне 2 сағат су ішу ол міндетті. 2 литр. 2 литр, кешірім сұраймын. Жоқ, былай түсіндірейін сізге. Адамның 1 килограммына 30 миллилитр. Сонда 50 килограмм болса, 1,5 миллилитр адамның денесіне сай су ішу керек. 3 литр ішу керек сонда. Ер адамдар 3 литрден жоғары ішу керек. Әйелге осылай санап беру. Құр су, дұрыстап, оны да түсіндіріңіз. Газдалған емес, боялған емес. Бізде қазір әр үйде фильтр бар. Біріншіден. Екіншіден, ас су, тассай суларын алып. Жарнамалай кетіңіз дәл осы жерде. Фильтрланған су деп айтқанда. Фильтрдің атын айтып жіберсең, е? Таңертең тұрғанда. Жақсы, бір сумен қанда қатып қалған жоқпыз ғой, енді сәл кеңірек, тезірек айтып шықсаңыз. Ет жеуге болмайды. Ет жемеңіздер. Қандай ет жемесін? Қойдың етін жемесін. Қойдың етін, сиырдың етін жеуге, майлы еттерді жеуге болмайды. Майлы еттерді жеуге. Не жейміз сонда? Жылқы? Көп жеуге болмайды. Мәлшере жаңағы көлемінде. Бәрі менің әрпесіне. Майлы тамақ, мысалы, көп бешбармақ жеп жатса, әрине, адам күнде ет жеп жатса, ол өте зиянды, өйткені ет адамның ағзасында 1 сағаттан көп қорытылады. Ақ ет жеуге болады. Балық пен тауық жесін. Тауық, жақсы. Үйрек. Бастысы осылар. Үшіншіден ол жаңағы көп шөп шаламдар жеу керек. Ол өте маңызды. Клетчатка. Шын айтқанда. Шөп шалам өтпейді енді бұл әңгімеңізді. Шөп шалам мен жақсы көрем, бірақ ет деген енді қазаққа ет жеме деп қалай айтасың енді расында Ләйлә? Жақсы болды ма? Мысалы, жай асханаға жаңағы сол шет адамдардың жүрген асханамен біздің қазақтың кездесіп қалатын асханаға барғанда, біздің қазақтар жаңағы ет, майлы тамақтар алып жатады да, ал шетелдіктер? Олар көп фрукты, жидек, жеміс-жидектер алады, және де су алады, солай өздерін ерекше күтіп тамақтанады. Жақсы. Мінекей біз қазір осы жерде үш-ақ негізгі басты қағидаларды айттық, бәрі білетін. Тағы да айттық. Тағы да. Айта береміз. Апа, ордайсыз болсының бәрін? Жоқ, мен сахарный диабетпін, второй тип, маған міндетті түрде ечу керек. Міндетті түрде ечу керек. Су ішу керек қыз. Ет жеуге болады, бірақ мөлшерлеп жеу керек. Мөлшерлеп жейміз. 5-6 рет. Жақсы. Өзе жей. 5-6 рет, 2 табақтан. Күніне 5-6 рет. Құртақандай кәсемен. Мөлшерлі арасында 1 литр. Апам 5-6 рет тамақ жейді. 5-6 рет ет. Алло, қалыңыз қалай? Сәлематсыздар. Сәлематсыз. Сұрағымды қойсам бола ма? Қойыңыз. Кімге қоясыз? Косметолог, гастроэнтеролог? Ләйлә ханымға қоймақшы едім. Ләйлә ханым. Ләйлә ханымға айтып едім. Айтыңыз. Алло, сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Бұл Ләйлә ханым ба? Иә, мен тыңдап тұрмын. Мен айтқым келмегі болғаны, әже әрқашанда өз әжімімнен әдемі. Дұрыс па? Дұрыс. Әжіммен әдемі. Дұрысын кейлер, кәртейденді, ер адам болсын, әйел кісі болсын, әркімнің кәртейіп келатқан жасы өзіменен жарамды болады. Жарасымды болады. Жақсы. Неберелер отырған кезде, мысалы үшін неберелер отырады алдымызда, мен өзімді 5 неберем бар. Олар келгенде әже дейді. Сол әже дегенде неберелердің көз алдына нағыз қазақтың әжесі көз алдына келу керек. Құдайым, сіздің 5 немереңіз бар ма сонда? Талқылап отырса, бір кісі шықты бояны, оған тіпті жарасқан жоқ. Кісі айтады, мұғаліммін дейді. Мұғалім болып тұрып өзі лак сияқты боянасы, сонда оқушылар не болады? Енді... жаман айтты. Енді скромный болу керек, та? Қатты боянған жоқпыз. Рахмет. Мына кісінің расында 5 немересі бар дегенге сене алмай отыр. Мен бір жас қыз шығар десем, сіз қатарлы.
Звондаған кезде дауысы сын. Жоқ, енді бұл кісі боянуға кішкене қарсылығын білдіріп жатыр көп кісі. Әжім деген әже деген әжіммен әдемі деп әдемі өлік шақырды. Бұл кісілер айтып отырған жоқ қой, біз жас болғымыз келеді, күнде укол саламыз деп, е? Жоқ, ондай емес. Күтім туралы айтып жатыр ғой, ол әдемілікке жатады. Бақытта жейсіздер ме? Өзіне қараған әйел адамға ол жарасымды ғой. Өзін-өзі күтіп, өзін-өзі қарап. Біз әжекемізді бен қазір қарамасақ, жұмыс істеп жүрсек, мектепте балалар бізге қарап өседі. Аяғын жүрмей қалады, егер гимнастика тәртіп. Сіздер қызықсыздар. Ол кісі сіздердің беттеріңізге айтқанда жауап бермей қойып қойғаннан кейін артынан айтып жатқандарыңыз бір қызық. Айтпайсыз ба? Мен телевизорды қарап отырады. Айтыңыз, ал. Жоқ, біреу үшін өмір сүрмесеңіздер, біреу үшін. Айтыңыз. Балалар не ойлап қалады деп. Жоқ, ойлап қалған емес. Әр ортада жүргенде адам бір әдемілік, бір приятный дейді ғой орыста. Сондай бір немен қарым-қатынас жасап жақсы болып жүрген жақсы ғой. Мен әжекемін, мен жасым үлкейген екен деп ешқандай неге келмей, шашыңды әдемілемей, қасыңды әдемілемей жүрсең, ол да ортаға өте жаман әсер етеді. Әдемілік деген ол қандай сонда? Сіздің ойыңызша? Шаш кесу, тырнақ қою ма? Жоқ, әдемілік деген ол сыпайылық, адаммен қарым-қатынаста бір жақсы жағдайға келу ғой. Бір сөйлесіп отырғанда, адам екі адам кездесіп отырғанда, бұл адаммен әңгімелесіп отырсаң, өзіңе тартып бір жақсы сезімде боласың. Қандай болған уақытта? Қазақта бір мақал бар. Көршің соқыр болса, көзің қысып отыр дейді. Сіз өзіңізді жайлы сезініп, күтініп, жақсы болып отырсаңыз, сіздің жаныңыздағы адам да солай бір-біріне жақсы энергия береді, әсер береді деп ойлаймын. Сол, орта жақсы болса, ол да жақсы. Көңіліңіз жас қой, апа. Соны айтып отырмын ба, адамның өзінің ішкі көңіліне қарай. Қаншаға сезінесіз жақсы соңғы сұрақ сізге? Өзіңізді қанша жасқа сезінесіз? Мен өзімді 50 жасқа сезінем. 68-десіз. 68 демін. Бірақ та менің жолдастарым, қарым-қатынастарым бәрі 50, 52, 55-те. Қазір қасымда шолпан бар 59-да, 58-де пенсияға тек жаңа шықты, меніменен жүрмейтін жері жоқ, біз бәр жерге де барамыз. Және адам өзін өзі беделдікке сен баратын жерің болуың керек, өзіңнің мақсатыңды қоюың керек. Тәртен кешке дейін ойбай, мен қартайдым. Қартайдым деме, жас қостым де, дейді ғой дана қазақ. Берген ғұмырын санаулы өткізу, міне бұл өмірдің мәні Лейла. Ары қарай көрермен өзінше. Әр көрермен өзінше пайымдар. Енді біз осымен аяқтай хабарымызды нүктесін қоя алмаймыз, өйткені бұл тақырып өте ауқымды, тағы да бір қайта оралатынымызға сөз береміз. Келесі көріскенше, аман сау болыңыздар.